Жыл басынан бері Қордайда өрт қауіпсіздігіне қатысты 146 іс тіркелген. Тілсіз жаудан қалай қорғануымыз керек, тілші баяндайды. Бұл жаз бұрынғыдан өзгерек. Биыл ауа температурасы күрт түсіп, аптап ыстық апшыны қуырып жатыр. Салдарынан өңірде өрт те жиіледі. Мұндайда аудан азаматтарына қауіпсіздік ережесін тағы бір ескертуді жөн санаған төтеншеліктер талап сақталмаса, заң аясында жауапкершілік көзделген дейді. Қордай ауданының тұрғындары және қонақтары, сіздерді Қордай ауданының төтенше жағдай бөлімі қиық қоқыс жақпауға, өрт талаптарын сақтауға шақырамыз. Өрт қауіпсіздігін сақталмаған жағдайда Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзу кодексінің 410 бап және 336 бап бойынша әкімшілік хаттама толтырылады. Заңнамаға сәйкес үй ауласында қоқысты да, шөпті де өртеуге тыйым салынған. Талап сақталмаса жеке тұлғалар 20, ал заңды тұлғалар 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл арқалауға бек мүмкін. Сондықтан өзіңізді де, өзгені де қауіптен сақтаңыз. Нұрбақыт Мұсатилалы, Дәулет Акимов, Қордай, 24 Ньюс.